Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын меренговый рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге белок керек, яғни ақуыз жұмыртқаның, 4-5 жұмыртқаның ақуызын осылай жақсылап араластырып аласыздар, аппақ көбікке айналғанша. Одан кейін лимон кислотаны қоссаңыздар болады, немесе кәдімгі лимонның суын қосып жіберсеңіздер болады. Аздап қантты жай-жайдан қоса отыра осылай миксермен араластыратын боламыз. Неге осылай төңкерген кезде крем түспеу керек. Одан кейін барып, осы кукурузный крахмал болсын, кез келген крахмалды қосып жібересіздер де жақсылап осылай араластырасыздар. Көп араластырмаңыздар, іріп кетуі мүмкін. Сосын пергамент қағазын аласыздар да тапаға өстіп жайып салып аласыздар да 180 градуста 40 минутқа пісіріп аласыздар. Міне асты-үсті осылай сарғайғаннан кейін уже ала берсеңіздер болады. Бетіне тағы пергамент қағазын қойып, екінші бетін ауыстырасыздар да кремді осылай жағып шығасыздар. Кремнің рецептін барлығын қазір описанияның астында қалдырып кетем. Осылай жай орамасаңыздар, бұл өте нәзік, себебі бұда ұн болмағандықтан құрамында ақуызбен жасалғаннан кейін сынғыш болып келеді. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Мен үйдегі бар затпен сәндедім. Сіздер клубника болсын, немесе малинамен осылай бетіне сеуіп, дайындап, әдемі қылып қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Мен кокосовый стружка сеуіп, осылай дайындадым, ортасынан бөлдім. Енді дәмін айта алмаймын қыздар, ауызда ериді. Кремін енді өз қалауларыңызбен қоссаңыздар болады, жасап көрсеңіздер болады, өте оңай.